Достар, сендермен мен Балжан, және де мен бүгін сендермен Майнкрафт ойнаймын. Қазір ендеше кеттік. Так, жалғастырамыз. Мен бүгін сіздерге үйретемін PvP-да қандай керемет қорғаныш жасауда. Міне, мұны төртеуі сіздер үйреніп алуларыңызға болады. Көбінесе достарыңызбен ойнайтын кезде осындай нәрсе салуға болады. Міне мұны біріншісі түсіндіріп өтейін. Так. Міне, мұнда механизм жасалған. Міне, бұнда өзіңіз шығасыз. Ал бірақ бұның бір жақсы жері. Жау досыңыз атакаға шыққан кезде кіре алмайды. Жақсы емес пе, қайта? Бүйтіп ашасыздарына топ-топ аяғынан бір қайт жауып жіберуіңізге болады. Онда бәріңіз ұйықтайсыздар, анда верстак бар. Ал үстіге шығып құрылатын болсақ, кез келген жерде салған алтыннан істейді. Ол жақта қарсылас тұр делік. Бізге атқан кезде есікті жауып қаласыздар. Сол кезде оның оғы тимейді. Ашасыздар, сіз атасыз, қайттан жауып қаласыз. Міне, бұндай защиталарды өте керемет. Оның шатыры үстірен садақтан атпас үшін. Екінші міне, бәрі іштен бастайды. Іштен бастайды. Так. Міне. Екінші жер өте ыңғайлы, міне. Мұнда сол заттар, міне. Мұнда тағы да механизм жасалған. Бүйтіп ашасыздар. Көбісі есігіңізді танымай қалуы мүмкін. Ал мінетін кезде лестницамен емес, бүйтіп андай баспалдақ сияқты мінесіз. Міне. Мұнда ыңғайлы сізге атуға. Егер де қатты түсетін болсаңыз, мынаяқтан секіре саласыз. Өте ыңғайлы. Көрдіңіздер ме? Оның шатыры жоқ. Өйткені бұл ең биігі. Ана тамайын жаққан жаңа уақытта кетті. Міне, келесі. Үшінші, мынау кіретін жері. Вот. Мұнда бүйтіп кіресіздер. Егер де ошақтан жау келатса, міне, жаймен кіріп, оған дейін ұрып үлгере аласыздар. Төсек, тағы да сандық. Және де бұның бір жақсы жері. Маяқтан мініп, маған ата аласыздар маяқтан. Түсіп кетпейсіз. Маяқта атысып атқанда сізге бір оқ тисе, артқа қарай кетесіз. Маяқта сіз құламайсыз. Кейде былай табуға болады. Міне. Ал келесі төртіншісіне көрсетейін. Ол өте ерекше болмақ. Міне. Ол қап-қара болғанмен пайдасы өте керемет. Мысалға жау келатыр дейік. Мұнда қақпа бар, онымен келе алмайды. Сөйтіп жанға келіп кеткен кезде мұнда ловушка болады тағына. Ол мына тұсаққа түсіп кетеді. Қазір сәл жарықты жағайын. Міне, мұнда верстак сандық бар. Егер де мынаяқтың артынан да келген сақтап қалады. Мұнда лестница бар. Міне. Мұнда кәдімгідей атыса бересіз. Егер де бәрі жабылып баратса, ол кезде мұнда тұруға болады. Тіпті мұнда ұйықтауға да болады. Келесі, бұның бір жақсы жерін айтайын. Ловушка бар. Және бәрі жабылып кеткен. Бүйтіп қаласыздар. Сау болыңыздар.